Сәлем көрермен, бүгінгі тақырып ар-ұят туралы. Қазақ тілін қолдау үшін арнаға жазыла отырыңыздар. Абырой ар еңбегі. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Ұялған тек тұрмас. Аға әдепті болса іні әдепті, апа әдепті болса сіңілі әдепті. Кешірімшілдік анадан, кішіпейілділік данадан. Өтірік қаңбақ, шын салмақ. Ашу садақ, ақыл таяқ. Еріншекке есікте асу көрінер, жалқауға бұлтта жүк көрінер. Ұятсыз адам иттен де жаман. Өлімнен ұят күшті. Қадірлі кісі қартаймас. Қадірсізден құт қашар. Көңілді төмен тұт, жүзіңді ашық тұт. Табынған тас жарады, тас келіп бас жарады. Інжудің қадірін іздеген біледі. Түріне қарама, қасиетіне қара. Ең жақсы әдет жомарттық. Ауру қалса да әдет қалмайды. Жомарт ерге ел алғысын төгеді, сараң атын естісе жұрт сөгеді. Асығыста салмақты бол, ашу қысса ұстамды бол. Кішіпейілдің абыройы асады, тәкаппардың құты қашады. Тәкаппар қасиет тартады. Елге жүк артпай, өзің жүкші бол. Мақтанған тілге мың бәле. Қуантар болсаң асық, мұңайтар болсаң сабыр тұт. Әдептің не екенін әдепсізді көргенде білерсің. Ашу қысса ақылың ғайып болады. Ұялған қорқақ батыр болады. Қорыққанға қос көрінер. Күншіл адам міншіл. Құмар қуған құл болады. Бәлеқор жаныңда болса, бәледен бас алмассың. Көп күлген бір жылар. Бәлеқорды байыпта, тәкаппарды көтерме. Көз көрмей көңіл тоймас. Жамандық қылғанға жақсылық қыл. Жақсылығы жоқтан жақсы бақыт қашады. Тәтті өмірдің сұрауы қатты. Өз айыбыңды өзгеден іздеме, кісі айыбын көздеме. Жақсы адам алғыс алар, жаман адам қарғыс алар. Адал сөзбен айтсады, өсек сөзбен сыбырласады. Көзден кетсе, көңілден де кетеді. Өтірік өрге баспайды. Ұят келсе, кәріге келеді, жастың несі кетеді. Әділдік әкімге де, әлсізге де, әркімге де бірдей.